Бәріңе қайырлы күн құрметті көрермендер, сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге Алимтрейдті қалай регистрация жасау керек екендігін үйретем. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Алимтрейдке регистрация жасау үшін осы видеоның астындағы сілтеме бойынша өтеміз. Өтіп болғаннан кейін осындай окошкеге келеміз. Окошкеге келгеннен кейін регистрация дегенді басамыз. Басқаннан кейін мына жерге сіздің почтаңызды жазасыз, және мына жерге пароліңізді жазасыз. Сосын мына жерде валютаны таңдайсыз, евро или доллар. Доллармен не қыла беріңіздер, жаңағы долларды баса беріңіздер. Сосын я старше 18 лет или совершеннолетний дегенді басамыз. Егер сіздерге 18 толмаса, ол жасқа да толмай қызығатын адамдар бар, мен ол өзім басымнан өткен. Сол үшін верификацияны өтпей қоя тұрамыз. Верификацияны өтпей тұрған кезде шектеусіз салым жасай аласыздар, бірақ шектеулі шығарым жасай аласыздар да. Ұмытып қалмасам 20.000 рубльдан жоғары болмау керек та шығаратын кезде. Сол кезде 20.000 рубльдан асып кеткен жағдайда ғана верификация сұрайды. Оған 20.000 рубльға дейін верификациясыз шығара аласыздар. Сол үшін егер 18 жоқ болса, соны не қыла беріңіздер. Егер ертең Құдай сақтасын, плюс көп болып кеткен жағдайда бұларды тағы да верификация сұрайды. Сол кезде маманыкін болмаса папаныкін тіркей саламыз. Бұның қорқатын ештеңесі жоқ. Өзім верификация жасағам. Әлі бір минус картадан шешіп алынды, болмаса кредит алынды деген нәрсе болмаған бұл жерде. Сол үшін жаңағы мен айтқандарды істей беріңіздер. Егер верификацияны сұрап жатса істейсіздер, сұрамаса онда өздеріңіз жаңағындай аз мөлшерде тауып шығара береміз да. Жаңағы айтып өткендей, мына жерде email почтаны жазамыз, мына жерге пароль жазамыз, одан кейін регистрация. Все болды. Одан кейін қазір мен өзім аккаунтыма кіріп алайын. Егер осы аккаунт ашып болғаннан кейін, мысалы, шотыңызды толтырғыңыз келсе, пополнить дегенді басамыз. Басқаннан кейін мына жерде таңдайсыздар да, Kiwiмен ба или болмаса жаңағындай WebMoney, жаңа банковский счет, мына банковский карта дегенді таңдаймыз. Осы банковский картаны таңдап болғаннан кейін қазір күте тұрыңыздар. Банковский картаны жаңағындай таңдап болғаннан кейін қазір загрузка бітсін. Мен номер карты жазамыз. Одан кейін аты жөні картаның, одан кейін қай жылы шығарып, қай айда шығарылғаны, одан кейін келесі бетіндегі ақ недегі 3 сандық секретный код жазамыз мына жерге. Сонымен пополнение жасай бересіздер. Бұны ешқандай да картаңыздан шешіп алады, үйтіп алады деп қорықпай қойыңыздар. Өйткені мен айтып тұрмын, өзім басымнан өтіп келе жатыр. Әлі бір менің рұқсатымсыз бұлар ақша шешіп ондай қылмаған. Осын бір сақтап қойсаңыздар болды, одан кейін сақталып тұра береді. Міне осылай ағайын, өте оңай нәрсе. Регистрация. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Осы енді келесі сабаққа дейін көріскенше ағайын, сіздерден максималды түрде поддержка күтем. Осы видеоға лайк, комментарий, сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер, мен жауап берем ағайын. Сіздермен болған Крейдер.